Барша зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Жақында зейнетке шығатындар нені ескеруі керек? Салық маманы Балжан Бақтықалиқызы теңге телеграм арнасынан кеңес берді. Әуелі мынаны түсініп алыңыз. Зейнетақы үш негізгі бөліктен тұрады. Базалық зейнетақы барлық азаматқа ортақ мемлекеттік төлем. Ынтымақты зейнетақы тек 1988 жылға дейін еңбек еткен адамдарға тағайындалады. Айлық табыстың есепке алынатын шекті мөлшері 55 айлық есептік көрсеткіш. Егер жалақыңыз бұдан жоғары болса, есепке осы сома ғана алынады. Жинақтаушы зейнетақы бұл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке шотыңызға жиналған қаржы. Мысалы, шотыңызда 11 миллион теңге болса, осының 9 миллион теңгесі зейнетке шыққанда ай сайын бөлініп төленеді. Ал 2 миллион теңгесін алдын ала шешіп алып, ем-домға, баспанаға немесе өзге де қажетіңізге жаратуға болады. Маңызды. Жинақтағы қаражат жоғалмайды. Егер зейнеткер өмірден озса, бұл ақша мұрагері беріледі. Жинақ аз болса, ай сайын шамамен 30 мың теңгеден төленіп отырады. Зейнетке шығар алдында не ескеру қажет? 1980 жылға дейінгі еңбек өтіліңізді дәлелдейтін құжаттарды жинаңыз. Егер еңбек кітапшаңыз болмаса, мемлекеттік архивде анықтама алыңыз. Әйелдер балаларының туу туралы куәліктерін дайындасын. Жоғары немесе арнаулы оқу орнында оқыған жылдар еңбек өтіліне қосады. Ер адамдар үшін әскерде болған уақытта еңбек өтілі болып есептеледі. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан шотыңыздағы жинақ сомасы туралы анықтама алыңыз. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.